Өңірімізде халық мұрасын насихаттау жолында бірқатар шаралар атқарылып келеді. 2019 жылы қарағандылық мамандар қазақ күнтізбесін бекітті. Онда халық мұрасын насихаттайтын арнаулы даталар енгізілген. Соның бірі ұлттық тағамдар күні. Жоба авторлары бұл ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында жасалуда дейді. Ұлттық тағамдар ұлт мақтанышы осындай атаумен номер 6 мектеп базасында қалалық деңгейде ұлттық тағамдар күні аталып өтті. Іс-шара барысында мектеп оқушыларына негізгі құндылықтар таныстырылып, арнайы көрме өткізілді. Бұл мереке ұлттық тарих пен дәстүрді үндестірген қазақ күнтізбесі шеңберінде тойланып отыр. Еске сала кетсек, бағдарлама 2019 жылы жарыққа шыққан болатын. Бұл шаралар барысында оқушыларға жалпы ұлттық аз мәселелерінің денсаулыққа пайдасы, пайдалы тұстары, жасалу жолдары айтылатын болады. Жалпы тәрбие сағаттары өтеді. Осындай шаралар. Мұндай шаралар осы қалалық білім бөлімінің және облыстық білім басқармасының қолдауымен қаладағы 80-нен аса мектепте өтетін болады. Қазы қарта, бауырсақ, қымыз шұбат. Әрқайсысы мамандардың пікірімен емдік қасиеті бар азықтың қатарына жатады. Шара ұйымдастырушылары ұлттық тағамдарды заманның ағымына айналған фастфудтың алдын орай алады деген ойда. Олардың тағамдық құндылықтары туралы тәрбие сағаттары жүргізілді. Ұстаздардың айтуынша оқушылар бар өнерін көрсетіп, бұл шараға өздері дайындалған. Осылайша өскелең ұрпақтың санасында ұмыт қалып бара жатқан ұлттық қазынаны ұмыттырмау шарасы сәтті жүзеге асырылды. Өздеріңізге белгілі, бұл жердегі әрбір тағамның әрбір өзінің орны бар. Мысалы, ет тағамдарына тоқталатын болсақ, енді осында салынатын жылқы еті болсын, қой еті болсын, оны бірнеше жаңағы мүшеге мүшелеп, әрбір мүшенің өзінің орны бар. Оған берілетін адамға, қонаққа, немесе сыйлы адамға оның сыбағасы ретінде тартылатын болған. Сондықтан біз жастарымызға, көпшілікке осы қазақ халқының өзара құрмет, өзара сыйластық, осы құндылықтарды дәріптеу және ұлықтау болып табылады. Күнтізбеге бекітілген ұлттық мерекеде ұлттық мұрамызды дәріптеу шарасы өз деңгейінде атап өтілді. Шараға атсалысып көзайым болған әр қазақ баласының көкейінде ұлтқа деген қызығушылық артқаны анық. Алдағы уақытта аталмыш шараларды облыстық деңгейге дейін көтереміз дейді ұйымдастырушылар. Айзада Серікқызы, Исмаил Абдрасил, Дастан Жанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.